Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 3-ші сынып People's Book кітабындағы 26 және 27 беттегі School Rules мектеп ережелері тақырыбын өтетін боламыз. Оқушылар бізде must және mustn't деген ережеге қатысты тапсырма берілген. Exercise number 22, 22-ші жаттығу, яғни must деген ол бізде міндетті деген, ал mustn't міндетті емес. Мысалы, біріншісінде we must wear a uniform деген, яғни біз uniform деген форма киюге міндеттіміз деген, бұл мектеп ережесіне жатады. Енді екіншісін оқиық. We must немесе mustn't біреуін таңдаймыз. Chew gum. Chew gum деген оқушылар сағыз шайнау. Біз сағыз шайнауға болмайды. Яғни we mustn't chew gum болады. Яғни біз сағыз шайнауға міндетті емеспіз деген. Келесі, яғни мүмкін емес, болмайды дегенді білдіреді, mustn't деген. Үшінші, we must немесе mustn't shout in class. Бұл жерге де mustn't болады, яғни сыныпта біз айқайлап сөйлеуімізге, шулауымызға болмайды. Төртінші, we mustn't drop litter. Бұл жерге де mustn't болады, яғни қоқыс тастауымызға болмайды сыныпта. Бесінші, we must be quiet. Біз тыныш болуымыз қажет. Must қоямыз сол үшін. Алтыншы, we must be kind to others. Біз басқаларға мейірімді болуымыз қажет. Must болады. Жетінші, we mustn't climb on the desks. Партаның үстіне, яғни өрмелеуімізге болмайды. Mustn't болады. Соңғысы, we must do our homework. Біз үй жұмысын орындауымыз тиіспіз. Must болады. Келесі енді exercise number 23, 23-ші жаттығу. Where were they yesterday? Read, match and say. Кеше қайда болдың деген, яғни бұл жерде сәйкестендіру сұрақтар мен жауаптар. Ендеше біріншісін оқиық. Бірінші, you must be quiet. Сен тыныш болуың керек. Қай жерде? At the library, яғни кітапханада тыныш болу керек. Екінші, you mustn't dive. Сүңгуге болмайды деген. Ол жерде бізде at the pool болады, яғни бассейнде. Келесі, you must keep off the grass. Болған жауабы оқушылар at the park болады. Яғни шөптен аулақ болуыңыз қажет деген. Төртінші, you mustn't park your car here. Сен көлігіңді мына жерге қоя алмайсың, қоюыңа болмайды деген. In the street болады. Келесі, you mustn't feed the animals. Жануарларды тамақтандыруға болмайды. At the zoo, яғни зоопаркта. Алтыншы, you must stand behind the yellow line at the train station. Келесі енді бізде оқушылар exercise number 24. Let's sing өлең, яғни оқушылар сынып ережелері жайлы осы өлеңді оқып, яғни жаттап алсаңыздар болады. Ал оның астындағы 25-ші жаттығу let's play, кел ойнайық деген. Бұл жерде оқушылар ойын, яғни жазбаша түрде емес, бұны өздеріңіз сыныпта мұғалімдеріңізбен бірге орындасаңыздар болады. Осымен оқушылар сабағымыз аяқталды. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye, students.